Жанашыр ұстаз YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен информатика сабағынан бұлттық технологиялар сервистер тақырыбын өтетін боламыз. Сіздермен Айгерім Сағындыққызы. Технологиялар сервисі. Біз бұлттық есептеу сервистері ұсынатын қызметтерді, бұлттық технологияларды қолдану аясын, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырамыз. Дүние жүзі бойынша қолданушыларға өз қызметтерін ұсынатын бұлттық технологиялармен танысайық. iCloud Apple компаниясының iCloud бұлттық сервисі толық автоматтандырылған әрі тегін. Бұл қызмет серверлердегі барлық контентті, яғни почта, күнтізбе, контактілер, құжаттар, музыка, бейнежазба, суреттер және тағы да басқаларды сақтайды, содан кейін оны push-сымсыз технологиясы арқылы құрылғыларға жеткізеді. Google Play Google корпорациясының Google Play бұлттық сервисі цифрлық ақпаратты сақтауға арналған серверлерде кинофильм, музыка, қосымшалар мен кітаптарды сақтауға арналған. Сервиске кіру операциялық жүйеге тәуелсіздігінен қарамастан тікелей браузер арқылы іске асырылады. Сондай-ақ дербес компьютерден, сол сияқты Android негізіндегі мобильді құрылғылардан да кіруге болады. Әрбір қолданушы 20 мыңға дейінгі музыкалық жазба орналастырып, дүкендерден Play Market болсын, Google Music, Google Books болсын, солардан сатып алынған немесе жалға алынған контентті пайдалана алады. OnLive бұл қызмет заманауи ойындарды қарапайым әрі әлсіз компьютерде ойнауға мүмкіндік береді. Ойын өзі қашықтықтағы серверде орналасады және сол жерде дайын түрінде қолданушының компьютеріне келіп түсетін графикті өңдеу жүргізіледі. Қарапайым тілмен айтқанда, компьютерде кәдімгі ойын ойнаған кезде бейнекарта, процессор және тағы да басқа есептеулер серверде орындалады. Ал сенің компьютерің түпкілікті суретті алатын монитор ретінде ғана қолданылады. Өнім үшін бірден қомақты қаржы төлеу қажет емес. Сен тек ойнаған уақытың үшін ғана ақша төлейсің, немесе ай сайын белгілі бір соманы төлей аласың. Бұл кез келген ойынды қалағанынша ойнауға мүмкіндік береді. Xbox Live мүмкіндігі мол, бұлттық технологияларға қатысы бар ойын қызметі. Windows Phone 7 базасындағы Xbox 360 пен КПК приставкалары бар адамдар бір-бірімен компьютерлік ойындар ойнайды. Сондай-ақ онлайн дүкеннен түрлі мультимедиалық контент сатып алады. Бұл сервис ойын ойнағандарға арнап, қолданушылардың консольдерінде емес, бұлтта орналасқан виртуалды әлем жасай береді. Осылайша соңғы екі сервис қызмет ретінде ойынды ұсынады. Қызмет ретінде программалық қамтамасыз етілімін ұсынылатын сервистерді немесе CES қызметтерін қарастырайық. Google құжаттар. Бұл мәтін, кестелік процессор мен таныстырылым құруға арналған программаны, сондай-ақ файл алмасу функциялары бар файлдарды бұлтта сақтаудың интернет сервисін қамтитын тегін онлайн кеңсе. Веб бағдарланған программалық қамтамасыз етілім қолданушының компьютеріне орнатылмай, веб-браузер аясында жұмыс істейді. Word, Excel тағы да балама нұсқаларды сатып алудың қажеті жоқ. Қолданушы жасаған құжаттар мен кестелер арнайы Google серверінде сақталады немесе файлға экспортталуы мүмкін. Бұл программаның негізгі артықшылықтарының бірі, себебі интернетке қосылған кез келген компьютерден деректерге қол жеткізуге болады. Microsoft тарапынан бұл Microsoft Office Web Apps. Microsoft Office Web Apps программалары Microsoft Office мүмкіндіктерін веб-браузер арқылы қолдануға, құжаттар сақталатын веб-сайтта олармен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді. OneDrive Microsoft корпорациясы ұсынатын бұлтты сақтау қызметі. Ол пайдаланушыларға файлдарын интернет арқылы сақтауға, оларды әртүрлі құрылғылар арасында синхрондауға және басқа адамдармен бөлісуге мүмкіндік береді. OneDrive көмегімен құжаттарды, суреттерді, бейнелерді және басқа да файлдарды қауіпсіз түрде сақтауға болады. Бұл қызмет компьютермен, планшетпен және смартфонмен үйлесімді жұмыс істейді. Файлдарға кез келген жерде және кез келген уақытта қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар бірнеше адам бір құжатты бір уақытта өңдей алады. Бұл әсіресе Word, Excel және PowerPoint бағдарламаларымен жұмыс істегенде өте ыңғайлы. OneDrive жүйесінде файлдардың сақтық көшірмесі жасалып отырады, сондықтан деректердің жоғалып кетуі қаупі азаяды. Қызметтің тегін нұсқасында белгілі бір көлемде жады беріледі, ал қосымша орын алу үшін ақылы жазылымды пайдалануға болады. Қорыта келе, бұлттық технологиялар сервистері қазіргі ақпараттық қоғамның маңызды бөлігі болып табылады.
Олар деректерді сақтау, өңдеу және бөлісу үдерістерін жеңілдетіп, пайдаланушыларға кез келген уақытта және кез келген жерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. IS, PS және CS сияқты қызмет түрлері әртүрлі қажеттіліктерге сай икемді шешімдер ұсынады. Бұлттық сервистер уақыт пен қаржыны үнемдеуге, ақпараттың қауіпсіздігін арттыруға және бірлескен жұмысты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Сондықтан бұлттық технологиялар болашақта да қарқынды дамып, түрлі салада кеңінен қолданыла береді. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.